Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ұйғырша манты түю тәсілінің жолымен бөлісетін боламын және мантымыз жыртылмай, езілмей бір қалыпты пісетін болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жуамызды, картопымызды, фаршымызды ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз бұрышын және де фарштарыңыз майсыз болса, кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Одан кейін қамырын жасаймыз. Қамырына жұмыртқа, тұз, суын қосып, жақсылап қатты қамыр илейміз. Бір-екі рет иін қандырып, қайттан бастырып қоятын боламыз. Ие қанған қамырымызды алып, видеодағыдай өзімізге керек бөлшектерге кішкентай бөлшектер қылып бөліп, және оны түйіп, ұн сеуіп, шетінен жайып отырып, салмамызды салып, әдемі мантымызды өретін боламыз. Видеоны асықпай қарасаңыздар, мантының өру жолы көрсетілген, қайтадан қайталап көріңіздер, егер түсінбей жатсаңыздар. Түйіп болған мантыларымызды, мантаваркамызды майлап, мантаваркамызге арасын онша қатты жақын қылмай салып шығатын боламыз. Газге қойып, қатты отта қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін астын басып, 45 минут жай отта пісіретін боламыз. Мантымыз пісеміз дегенше подливын дайындаймыз. Қызып тұрған майға жуамызды және сәбізімізді салып, жақсылап қуырып, дәміне қарай тұз бұрышын және укроп салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап қуырып, оның да астын басып, жай отта 10-15 минут пісіретін боламыз. Мантымыз осылайынан әдемі болып пісіп шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай езілмей, жыртылмай бір қалыпты пісті. Бетіне подливасын салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің мантымыз дайын, баршаңызға ас болсын.